Үшінші тоқсанға арналған бақылау жұмысы. Бірінші тапсырма. Listen to the recording and write the name of each room in the correct place on the floor plan. Тыңдаңыз және қабатта орналасқан бөлмелердің дұрыс атауларын жазыңыз. Жауаптарына назар аударамыз. Бірінші бөлме hall, екіншісі lounge, үшіншісі dining room, төртіншісі bathroom және бесінші соңғы бөлмеміз kitchen. Екінші тапсырма. Read the text and complete the sentences using the words from the box in the correct form. Мәтінді оқыңыз және сөйлемдерді төменде берілген сөздермен тиісті формада толтырыңыз. Dolphin dreams. Dolphin dreams is a perfect holiday. We take people in our boats and we visit dolphins in the sea. You can swim with beautiful dolphins. Do you know? Dolphins are not dangerous. They are very friendly. They love playing with people. Dolphins can't breathe underwater, but they can stay underwater for about 15 minutes. Dolphins live in families. Dolphins have names. Their names are special sounds. They use the sounds to call their friends and family. Dolphins can't live in polluted water, but a lot of the sea is polluted. We want to make the sea a clean and safe place for dolphins. Дельфиндер туралы ақпарат берілген. Қандай ақпараттар екен көріп шығайық. Дельфиндер қауіпті емес. Олар достасқанды жақсы көреді. Және олар адамдармен ойнағанды жақсы көреді. Дельфиндер судың астында тыныс ала алмайды. Бірақ та судың астында 15 минутқа дейін қала алады. Дельфиндер отбасы болып өмір сүреді. Дельфиндердің өздерінің аттары бар. Олардың аттары бұл арнайы дыбыстар. Яғни олар өздерінің достарын және отбасын шақыру үшін арнайы дыбыстар қолданады. Дельфиндер лас суда өмір сүре алмайды. Бірақ теңіздің көбісі лас. Біз теңізді тазартып, дельфиндер үшін қауіпсіз орын жасағымыз келеді. Мәтініміз түсінікті болса, мәтінімізге берілген тапсырмасына қарайық. Бірінші. Dolphins are not ugly. They are beautiful. Дельфиндер ұсқынсыз емес. Олар әдемі. Екіншісі. Dolphins can't live in polluted water. They live in clean water. Дельфиндер лас суда өмір сүре алмайды. Олар таза суда өмір сүреді. Үшінші сөйлем. Dolphins are safe. They are not dangerous. Дельфиндер қауіпсіз. Олар қауіпті емес. Төртіншісі. Dolphins are not aggressive. They are friendly. Дельфиндер агрессивті емес. Олар достасқанды жақсы көреді. A lot of the sea is not clean. It's polluted. Теңіздің көпшілігі таза емес. Теңіз лас. Үшінші тапсырма. Think about imaginary place you would like to live. Describe it. The following questions will help you. Өзіңіз тұрғыңыз келетін ойдан шығарылған жер туралы ойлаңыз.
Оны сипаттаңыз. Келесі сұрақтар ойыңызды жинақтау үшін көмекші болады. What place is it? Ол қандай жер? Why would you like to live there? Ол жерде не үшін тұрғыңыз келеді? What is the weather there? Ол жерде ауа райы қандай? What does this place have? Ол жерде не бар? What can you do there? Ол жерде не істей аласыз? Мысал ретінде берілген жауаптарға қарайық. The name of place is Belsita. I like this place because it's beautiful and clean. It's sunny and warm every day. There are a lot of seas here. I can swim and sunbathe.